Ең алдымен қамыр илеуден бастаймыз. Қамырға қажетті мөлшерін барлығын жазып кететін боламын. Пигодидің қамыры сияқты болады. Тура жылы сумен илеп, жылы жерге қойып қоямыз. Табамызға сұйық май құйып, етті қызарғанша қуырып аламыз. Сонан соң барып пиязды салып, араластырып, жұмсарғаннан соң сәбіз, болгарский перец және картошканы салып қуырамыз. Сонан соң чеснок салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, зіря, лавровый лист және паприка саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып қуырып, су құйып, астын жай отта бетін жауып 40-45 минут бұқтырамыз. Көтерілген қамырымызды екіге бөліп, ыңғайлы етіп, осылай жұқа етіп жайып аламыз және де еріген сары майды бетіне щеткамен жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп орап, осылай майда сызық полоскаларға бөліп шығамыз. Және созып, екі полосканың бірінің үстіне бірін қойып, сушидің палочкасымен осылай ораймыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп. Бір-екі рет жасап көрсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп кетеді, өте оңай. Мінекей сіздерге жай жасап көрсетіп жатырмын. Екі қамырды созып, бірінің үстіне бірін қойдық, және палочкамен үстінен басасыздар. Және таяққа осылайынан қойып, бас жағын қысып, бірге басып жіберіп, созып, айналдырамыз да, палочканы басып тұрып шығарамыз. Мінекей осымен біздің булочкаларымыз дайын. 10-15 минут тындырып қоямыз көтерілгенше, онан соң мантоваркаға салып 30-35 минут көлемінде пісіреміз. Біздің тамағымыз дайын, ас болсын.